Қайырлы күн, құрметті студенттер. Сіздермен әрі қарай зертханалық жұмысымызды жалғастырамыз. Бүгінгі зертханалық жұмысымыздың тақырыбы гармоникалық тасымалдаушыдағы амплитудалық модуляция және оның қасиеттері. Слайдтан көріп тұрғандарыңыздай, бірінші бізге қосылу схемасы көрсетілген. Зертханалық жұмысты бастамай тұрып, бірінші модуляцияға тоқталамыз. Амплитудалық модуляция дегеніміз не? Қандай қасиеттері бар? Жалпы қалай жұмыс жасайды? Модуляция дегеніміз бұл бір сигналдың, мысалы ақпараттық сигнал деп айтсақ, ақпараттық сигналдың қасиеттерін басқа бір жоғарғы жиілікті тасымалдаушы сигнал арқылы өзгертіп жеткізу тәсілі болып саналады. Қарапайым тілмен айтқанда, модуляция ақпаратты алысқа жеткізу үшін тасымалдаушы толқынға айналдыру процесі деп айтуға болады. Модуляция бізге не үшін қажет? Модуляция бізге ақпараттық сигнал, оған біз не жатқызамыз? Дауыс, музыка, деректер. Осы ақпараттық сигнал болып саналады. Сол ақпараттық сигнал әдетте төмен жиілікте болады. Соны ол алысқа нашар тарайды. Соны осы модуляция арқылы тасымалдаушы сигнал жоғарғы жиілікті, мысалы антенна арқылы жақсы таратады. Антенна арқылы жылдам тарап тез ұстайды. Сол себепті ақпараттық сигнал жоғарғы жиілікті толқынның параметрін өзгерту арқылы жұмыс жасайды деген тұжырымға келуге болады. Модуляцияның қандай түрлері бар? Мысалы, ең көп тараған біз дәрістен өткен, өздеріңіз білесіздер, амплитудалық модуляция, жиіліктік модуляция, фазалық модуляция. Бізде мына жерде суретте мынау амплитудалық модуляция. АМ бұл бізде амплитудалық модуляция. Жиілігін көрсетеміз бұл жерде де. Айнымалы ЭДС электрқозғаушы күшін алдық, сосын астылы группен желдетіруді алдық. Осы төрт элемент арқылы қазір біз амплитудалық модуляцияның гармоникалық тасымалдаушы сигналын қарастыратын боламыз. Амплитудалық модуляция не істейді? Бұл тасымалдаушы амплитудасы ақпаратқа байланысты өзгеріп отырады. Жиіліктік модуляция бұл тасымалдаушы жиілігі ақпаратқа байланысты өзгереді. Фазалық модуляция тасымалдаушының фазасы ақпаратқа байланысты өзгереді. Амплитуда амплитудамен, жиілікпен фаза арқылы жұмысты жасап отырады. Мысал келтіретін болсақ, күнделікті тыңдап жүрген радиомыз. Мысалы, радиода FM станциялары ол жиіліктік модуляция. Амплитудалық станциялары жаңағы амплитудалық модуляцияда қолданады. Жалпы осы модуляция ақпараттық сигналдың жоғарғы жиілікті тасымалдаушы сигналдың параметрін өзгерту арқылы беру процесі деп аталады. Енді бізде зертханалық жұмысқа оралатын болсақ, амплитудалық модуляция берілген. Осы амплитудалық модуляцияның гармоникалық сигналын қарастыруымыз керек. Амплитудалық модуляция мына жерде бізде 80 Гц арқылы көрсеттік. Осы арқылы біз амплитудалық модуляцияның сигналын алдық мына жерде. Бұл бізде жаңағы гармоникалық түрінде көрсеттік. Гармоникалық тасымалдаушы амплитудалық модуляцияның сигналын көрсетіп тұр. Жиілік арқылы бердік, және де айнымалы электрқозғалушы күшіне де екеуінің жиілігі бірдей болғандықтан бірдей өлшем береміз екеуіне. Сол кезде бізде осындай неге қол жеткіздік. Модуляцияға амплитудалық. Енді осының біз спектрін алуымызға болады. Спектр сигналы, бұл жерде де біз несін көрсетеміз? Жиілігін көрсетеміз. Және оның спектрін шығарамыз. Мына жерде бізде спектрі
үш толқынды болып тұр. Осы амплитудалық модуляцияның мынау осциллограф арқылы көрсетілген бейнесі, мынау бізде спектр арқылы шыққан бейнесі. Осылай гармоникалық тасымалдаушы амплитудалық модуляцияның осындай нәтижесіне қол жеткіздік. Бүгінгіге осы зертханалық жұмысымыз осымен тамам. Келесі сабақтарда неге фазалық және жиіліктік модуляциямен жалғастыратын боламыз. Бүгінгі зертханалық жұмысымыз осымен тамам. Бұрынғыдай осы не бойынша отчет дайындаймыз. Жұмыстың мақсаты арқылы, жұмыстың орындалу тәртібі және қорытынды арқылы отчеттарымызды әкеп қорғап, келесі зертханалық жұмысқа көшуге болады. Сізге қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.